Жеңгемді нала жібермеген сияқты. Ата-анам көп балалы болуды қанша тілесе де жаратқан ием тек 2 баласының ғана қызығын көруді жазыпты. Анам 10 құрсақ көтерген, бірақ балаларының бәрі жастайынан шетіней беріпті. Көрер жарығы бар ағам екеуміз ғана екенбіз. Оған да ата-анам шүкіршілік етті. Анам менен гөрі ол дейме ағамды артық көретін. Бар жылы жұмсақты соның аузына тосып, жақсы киімді соған әперетін. Мен қызғанбайтынмын, анамның ұлына деген шексіз махаббатына түсіністікпен қарадым. Мен де ағамды ерекше сыйлайтынмын. Менің санамдағы санаулы періште адамдардың бірі еді. Өйткені жаны арамдықтан ада, адамдарға тек жақсылық тілейтін, қолынан келгенше елдің бәріне көмектесіп жүретін, сөйлеген сөзіне дейін адами қасиет тұнып тұратын. Бала кезінде ұйықтағанда көзін жартылай ашып ұйықтаушы еді. Әжем жарықтық, Нұрмекеннің әйелі сұлу болады деп айтып отырушы еді. Мен де жалғыз ағамның жары әдемі, ақылды болса екен деп тілейтінмін. Бірақ менің бұл тілегім қабыл болмапты. Керісінше кескен томардай келте ойлайтын көр кеуде жанмен бас қосты. Беташар өтіп көрші қолаң тарай бастаған. Жақын тұратын Ұлжан апай, беті қалың екен, бетін тіліп жіберсең қан шықпайды-ау, ақырын берсін әйтеуір деп бара жатқанын әңгімесін естіп қалды. Көпті көрген, артық сөзі жоқ, жақсы көретін көрші апаның осы сөзі көңілімді кілт еткізді. Расында, көп өтпей-ақ Ұлжан апайымның айтқандары айдай келіп, беті қалың жеңгем көп өнерін шетінен шығара бастады. Ең алғаш ағамның қайын жұрты есік көрсетуге шақырған. Қасымызда ағайын інім бар, 4-еуміз бардық. Тұрмысымыз бақуатты тын, әкем табыскер, ауылдағы бай тұратындардың қатарынанбыз. Жеңгемнің жұртының жұпыны тұрмысын көргенде көңілім қолпыстап қалғаны рас. Түнде қонақтар тараған соң тар бөлмеге төсек салып берді. Мақтасы ауып кеткен, ақ жамылғысы жоқ, сасып кеткен көрпені көргенде аузы жылдам інім, масқара, мына көрпеге жатамыз ба, ужас дегенде жерге кіріп кетерде ұялғаным-ай. Мәселенің бәрі бай кедейлікте емес қой. Кедейдің қызы деп еш уақытта бетіне басқан емеспіз. Бірақ жеңгем нағыз кедейдің кербезі болып шықты. Обал сауап дегенді мүлдем білмейді. Төгіп шашып тамақ істеп, қалғанын итке тастай салатын. Апта аралап сойып жатқан қой, жылқының ішек қарнын дәретханаға тастап талайын көрдік. Көрші қолаң обал емес пе? Келініңе айтсаңшы дегенде анам бір ауыз қатты сөйлеткен емес. Тұрмысқа кетесің ғой деп маған бір сандығына киім жинап жүретін. Бір күні сол киімдерді ұрлап төркініне сіңлілеріне апарып беріпті. Мұнысы несі? Қойсында ұрлығын дегенімде анам, ойбай сөйлеме, жалғыз келініне күн бермей жатыр деп жұрт күлер, ұрлығын қояр, айтпашы, саған басқасын алып беремін ғой деп аузымды жапты. Бірақ ұрлығын қойған жеңгем болмады, үдетпесе. Қанша жастырып жапқанымызбен жеңгемнің ұры екенін көрші қолаң біліп болды. Пияла қасық шайнек ұрлап келетін былай тұрсын, есігінің алдында қалып кеткен сабун, шампунына дейін ұрлап кететін болды. Тойға барса аяқ киім ұрлайды, ақша алтынды айтпағанның өзінде. Ауыл үйге әбден масқара болдық. Қанша айтқанмен қолының сұғанағы бар адам қоя алмайды екен ғой. Ұрлық істемесе бірдеңе, ауырып қалама түсінбейсін. Уақыт сағатым келіп тұрмысқа шықтым. Жолдасының ата-анасы қарапайым жандардың. Артық ауыз дүниесі жоқ. Бір жылдан соң біздің еншімізді беріп бөлек шығарды. Пәтер жалдап тұрдық. Алғашқы жылдары қатты қиналдық. Анам тіртеңдектеп жиғанын әкеп беретін. Жағдайымыз болмай кеткен соң төркініме барып біраз тұрдық. Ағамның балалары мен менің балаларым ойыншыққа таласып, ұрсып қалса, жеңгем араға түсіп, балаларымды ұрсып тастайтын. Анамның үндеме деуімен-ақ әбден зығырданым қайнағанын қайтейін. Ақыры бір күні бомба болып жарылдым. Күйеуімнің қалтасына түсіп, ақша ұрлағанда шыдап тұра алмадым. Бар айыбын бетіне айттым. Арамызға сызат түсті.
Жарымағандар өздері қаңғып жүріп кінә таққанын қайтейін деп айтқан сөздері сүйегімнен өтті. Ағам момын, араға түсуге де жарамады. Құрысын деп жалдаған пәтерімізге қайттық. Мана күйімізге әкем күйінген болуы керек. Біраз малын сатып ертесі келіп тұр. Жылап жібердім. Жеңгемнің бүкіл көрсеткен қорлығы көз жасыммен тамып тұрды. Сол ақшаға баспана сатып алдық. Әкем бар ықыласымен берген екен де ақшаны. Бағымызға орай осы үй бізге құт болды. Артынша жолдасымды ақшамен жақсы жұмысқа тұрғызып берді әкем. Балаларым да өскен соң өзім де жұмысқа шықтым. Тұрмысымыз түзеле бастады. Күйеуімнің жұмысынан бөлек түсетін қосымша табысты әжептәуір. Ақылдаса келе дүкен аштық. Нағыз ақшаның кен екен. Тапқан таянғанымыздың басын жиып 2 қабатты үй салдық. Арада көп уақыт өтпей-ақ дәулеттілердің қатарына қосылдық. Бұл кезде әкемнің дәулеті ортайған. Турасын айтқанда жеңгем бар дәулетін талан-таражға түсіріп, 4 күніне тасып құртты. Тағы да сол Ұлжан апам айтпақшы, жарымаған 4 күнін жартам деп ақ діңкеледі ғой. Бірақ одан бүйір шыққан олар болмады. Үйдегі бар асылды тасыды. Қорадағы малды құртты. Ақырында таситын түк қалмады. Осылайша бақуатты отбасының ойранын шығарып, берекесін кетірді. Бірақ төркінге сенгеннің төбесі тесік деген түсінбей ақ қойды ғой. Бұл кезде ағамның баласының алды үйленіп, қыздары шетінен тұрмысқа шыға бастаған. Әкемнің дәулеті бар кезде салған үйі ескірген. Құдалар келгенде ұят болмасын деп, әкемнің баяғы бергендерін қайтарайын деп шештім. Ауылдағы үйді сүріп тастап, орнына даңғарадай 2 этаж етіп үй салдым. Жеңгеме ішім жылмаса да, барлығы ағам үшін, әкем үшін. Балаларын үйлендіргенде ауырлық тағы да маған түседі. Бар жасау жабдығын, кейті қалың малын мен көтеремін. Анамның басу айтынмен бәрі де ағам үшін кетіп жатты. Сонда да тілін тиған жеңгем болмады бірақ. Пішту деп ерін сылп еткізіп, бәрібір менімен өштесуін қоймады. Болсын болмасын сыртымнан неше түрлі өсекті қарша боратып, лажы болса қара күйені баттастырып жаққысы келіп тұратын. Сонда да үндемедім. Бәрі бауырым үшін болатын. Содан күндердің күнінде ауылдағы бір үйде ұрлыққа түсіп, сандығындағы алтындарын ұрлаймын деп жеңгем ұсталып кетті. Көз жасын көлдетіп келген анамды аяп, қаншама шығынға батып, жеңгемді шығарып алдық. Шайпау сөздері әбден көңілімді қалдырса да, сауап бопты деп айта алмадым. Бірақ ағам үшін, балалар үшін барлығын кешірдім. Темір тодан шыққан соң айлын жиған жеңгем жоқ. Баяғы көр көкірегін керіп жүргені сол. Сонда да үндемедім. Содан күндердің күнінде көрші әйелмен жылысамын деп әлгінің көзін шығарып жіберіпті. Бір көзі соқыр боп қалғасын, ол да аясын ба? Жеңгемнің барар жері сол баяғы темір тор болды. Бұл жолы құтқарып қалу мүмкін болмады. Пәлен жылды арқалап кете барды. Жұрттың наласы, қарғысы бәрібір қоймайды білем. Жеңгемді құртқан жұрттың наласы сияқты. Ағамды аяймын бірақ.